Мен 4 жылдық оқуымды бітіріп, оқу бітіргеннен кейін жұмыс іздеп жүрген кезім еді. 2,5 ай дегенде зорға жұмыс таптым. Бір үлкен фирманың бастығы мені жұмысқа шақырды. Жұмыс іздеп қиналып жүргенімді көріп, мені жұмысқа алды. Мен ол жерде секретарша қызметін атқардым. Бастықтың көңілінен мен толықтай шықтым деп айтсам болады. Бастығымыз өте бай кісі еді. Ол кісінің баласы бар еді, өте әдемі. Сол бала өзінің әкесінің кабинетіне кірді де шығып маған қарады. Екеуміз бір-бірімізді ұнатып қалғандаймыз. Бірақ мен оны қаттырақ ұнаттым. Сөйтіп екеуміз сөйлесіп жүрдік. Ол мені уақыт өте кездесуге шақырды. Мен ол маған қатты ұнағаннан кейін әдейі қысқа көйлек киіп баратын едім кездесуге. Бай болған соншалық, сол кездің өзінде ол жігіттің астында Геленваген болатын, кәдімгі қымбат көлік, оның бензинінің өзі қымбат тұрады. Сол кезде ресторанға барып отырдық. Видеоны жалғастырмас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Өмірден алынған арнасында тек қана өмірден алынған 100% өмірде болған оқиғалар салынатын болады. Басқа адамдардың қателігінен сабақ алсын деген оймен ашылған арна. Сондықтан сөкпей, керісінше сабақ алып, өздеріңізге керек жерлерін түртіп, ойларыңызға, естеріңізге сақтап қалыңыздар. Сөйтіп екеуміз ресторанға бардық. Кездескен кезде ол ішімдік ішті жеңіл-желпі. Сосын менің құлағыма сыбырлап, мен сені ұнатып қалдым. Мен саған ғашық болып қалдым деді. Сосын мен де өз сезімімді білдірдім. Ішімде жатқанды, бар шындығымды айттым. Сөйтіп екеуміз уақыт өте жүріп жүрдік. Сөйтіп керемет ресторандарға алып барды, маған күшті сыйлықтар берді. Енді менің жараланған дема, или ғашық жүрегім одан самай ғашық бола түстім ғой ол жігітке. Сөйтіп жарты жыл уақыт өтті, арамызда ештеңе болған жоқ. Мен жұмысты әлі де сол секретарша қызметін атқарып жүрдім. Маған барлығы ұнады, жалақым да керемет, жұмысым да тыныш. Фирмамыз үлкен болғаннан кейін біз Қазақстанның әр бір қаласымен тығыз жұмыс жасайтын едік. Мен өзімнің жұмысымды 100% атқаратын едім. Сөйтіп жүрген кезде ол мені өзінің үйіне шақырды. Үйі 3 бөлмелі, өзі жалғыз тұрады екен, ата-анасы бөлек тұрады екен. Әйтеуір қорқып, дірілдеп танысқанымызға жарты жыл уақыт болса да, енді қанша, мысалы болады ғой, 10 жыл адамды танып, бірақ 10 жылдан кейін нағыз бет-бейнесі, маскасы шешіледі. Сондықтан мен жарты жыл уақытты жеткілікті деп ойламаймын, әрине. Және де қыздарға да кеңес берем. Жаңа танысқан, жалпы үйленбей жатып, күйеуге шықпай жатып, ер адаммен қанша оны сүйіп тұрсаңыздар да, квартираға, гостиницаға, оның үйіне барудың қажеті жоқ. Сіз жігіт пен қыз жеке қалған кезде оларды жаман нәрсе түртеді дейді. Яғни жеке қалмау керек. Бір әңгіме бар ғой, қыз бен жігіт бірге қалған кезде жігіт әрбір саусағын свечаға күйдіріп отырған екен, азғырылмасын деп. Яғни ойы басқа жаққа аумасын, екеуі жыныстық қатынасқа түсіп күнә жасамасын деген оймен жігіт жаңағындай әрекет жасаған екен. Яғни жаңағы егерде қиналмай отса, мысалы свечкаға саусағын күйдірмей отса, ол күнә жасап қоятындығын біліп отыр да, қызбен жеке қалып отқаннан кейін. Сондықтан да өскелең ұрпаққа айтатыным, қазір ондай ситуациялар бізде өте көп. Жастарына жетпей, кәмелеттік жасқа толмай, тіпті күйеуге шықпай, үйленбей, заңды неке болмай, бір жерге жігітпен барудың қажеті жоқ. Текке өздеріңіздің абыройларыңызды, қызықтарыңызды бекерге жоғалтып аласыздар. Ол жігіттің ештеңесі кетпейді. Сен ол жігіттің алғашқы және соңғы қызы емессің. Соны ұмытпа. Ал сен өзіңде жалғызсың. Сондықтан қайдағы жоқ бір
махаббат деп қайдағы жоқ бір жігітке бола өзіңнің қызығыңды құртпа. Қызық ол мүмкін біреу үшін маңызды емес шығар, бірақ ол сенің тағдырыңды шешуші, бәрібір де ол әсер етеді. Ертең сен күйеуге шыққан кезінде күйеуің сенің бетіңе басып айтатын болады: сен әрбір еркектің астында жатқан қызсың деп. Ол кейбір адамдар айтуы мүмкін: жоқ, маған күйеуім ондайды есіме алмайды деп. Бірақ естеріңізде болсын, әрбір адам жынданған кезде, қатты қырылған кезде беттеріне шындықтарын басатын болады. Жарайды, әңгімені жалғастырайын. Сөйтіп екеуміз, мен қорқып оның квартирасына бардым, үйіне. Шай іштік, әңгіме айттық, керемет көңіл күй екеумізде де, бірақ екеуміз де іште уайымдап тұрмыз. Сөйтіп кеш ауды, маған айтты: ұйықтайық деді. Ол маған, мен оған үйге қайтуым керек. Енді мен танымайтын ер адамның үйінде, енді жартылай танысам да, жігітім болса да, сенің үйінде қалғаным дұрыс емес деп кетем деп шештім. Ал ол болса, мен білмеймін қалай мені көндіргенін. Мен осы кезге дейін бір танымайтын ер адамның үйінде қонып көрген емеспін. Диванда екеуміз ұйықтаймыз деп шештік. Енді ұйықтаймыз дегенде кино көреміз дедік басында. Екеуміз чипсы, попкорн барлығын алып алғанбыз. Енді жігітімнің жағдайы жақсы ғой. Сөйтіп ол мені жаймен ақырындап құшақтап бастады. Сөйтіп екеуміз сүйісіп бастадық. Ол менің құлағыма: мен сені сүйем деп мені ертіп, мені балқытып алды. Сөйтіп мен барлық тамырларым, барлық жүрегім бәрі езіліп оған деген. Сөйтіп екеуміз сүйісіп, барлық жерімді сүйіп, сосын мен кәдімгідей оған деп кәдімгі езіліп кеттім. Сөйтіп не керек, көзімізден жасымыз шыққанша екеуміз бір жыныстық қатынасқа түстік. Енді арамызда ештеңе болмайды деп кездесіп келген адамдармыз, бірақ екеуміз жыныстық қатынасқа түстік. Ол да тоқтар емес, мен де жаңағындай керемет бақыт алу сәтінен айырылғым келген жоқ. Сөйтіп екеумізге де барлығы керемет көңілімізден шықты. Екеуміз ваннаға барып жуынып, сосын қайтадан тағы да керемет сезімге бөлендік. Сөйтіп ертең жұмысқа келесі күні әрендегенде бардым. Менің қыз болғанымды ол сезді, қыздығымды алғанын көрді, барлығына көзін жеткізді. Менде бірақ келесі күні оның көзіне бір ұятпен, бір кәдімгі өзімді кінәлі адам сезініп қарадым, қате қыз болсам да. Сонымен бір апта өткеннен кейін мен бетімді ашып, ол маған үйленетін болып шешті. Содан бері қазір біздің бір баламыз бар, және менің екінші балама аяғым ауыр, біз өте бақытты өмір сүрудеміз. Бірақ естеріңізде болсын, бұл 10 мың адамнан немесе миллионнан бір адамға ғана бұйыратын бақыт. Әсіресе байдың балалары негізі біз секілді қарапайым қыздарды просто так пайдаланып тастап кетеді. Менің қызығым алынып, байдың баласына тұрмысқа шыққаным удачно. Ол просто лотереядан ұтып алғанмен тең. Ол барлығына бірдей бұлай жолы бола бермейді барлық адамның. Сондықтан да, мен көп таныстарым бар, солай пайдаланып лақтырып кеткен. Сені кәдімгі тряпка сияқты сол жерде лақтырып кете салады. Сен жай мыңнан бір қызсың, күнде барып кетіп жатып кететін. Сондықтан да менің басынан осындай оқиға өтіп, мен бір керемет пайдаға тиіп кеткенім деп айтсам болады. Енді жалпақ тілмен ол барлығының басына жазылған бақ емес, ол барлығына бұндай бақыт бұйырмайды. Бірақ сонда да мысалға сіздер бір болғаннан кейін сіз өзіңіздің үйіңізге барасыз, одан кейін ол күмән болуы мүмкін: сен менен басқа біреумен жаттың ба деген. Сондықтан да өздеріңіздің таңдауларыңызға адал болып, некелі жарларыңызбен ғана жыныстық қатынасқа түсуге кеңес беремін деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Өздеріңізге керек нәрсені түртіп алыңыздар. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Сау болыңыздар.